Сәлем, мен құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздерге осындай бір жасағаннан шығатын куриный рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Яғни тауықтың етінен жасалған рулет. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар болады. Алдымен бізге керек осындай куриный фарш. Мен филе алдым, яғни тауықтың төс еті. Соны ет тартқыштан тартып алдым. Кураға қажет кепкен өрік және осындай сушиге арналған кез келген дүкендерде сатылады, нори деп аталады, және жұмыртқа қажет, және татымына қарай тұз бұрыш қажет. Алдымен ыдысымызға тауығымызды салып, үстіне жұмыртқа, тұз бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Егер қалауларыңызша жуаны қуырып салсаңыздар болады. Міне біздің тауықтан жасалған салмамыз дайын болды. Енді фольганы төсеп, яғни қолымыз жабысып қалмау үшін маймен бірінші фольганы жабыстырып аламыз, яғни сұйық маймен. Одан кейін қолымызға екі алақанымызды майды жаға отырып, салмамызды фаршқа төсеп шығамыз. Бірінші кезде жаюы адамға шамалы қиындық тудыруы мүмкін, бірақ қолыңызды майлап отырып жақсаңыз, ешқандай қиындық келтірмейді. Міне осылай жақтық. Енді осының үстіне нориімізді салып шығамыз. Нори бұл кез келген дүкендерде сатылады. Енді осының үстіне осындай кепкен өрігімізді мен ортасынан бөлдім, өткен қалыңдау. Егер сіздерде жұқа болса, бөлмей-ақ салсаңыздар болады. Немесе қыздар бізде кепкен өріктен басқа кептірілген шиені салсаңыздар болады. Қызыл дән болады, соны салсаңыздар болады. Енді фольганың көмегімен жайлап орап бастаймыз. Біздің фольгамыз жабыспайды, қорықпаңыздар, себебі біз майладық. Артқа тарта отырып ораймыз, яғни ішіне ауа кіріп кетпеуі керек. Кескен уақытта қуыс болып дастарханымыздың сәнін ашпай қалады. Тығыз ғып орайсыздар. Екі жағын мықтап ораймыз, әрі-бері аунатамыз. Енді осының сыртынан тағы да фольганы қаптап пешімізге салатын боламыз. Міне біздің қыздар рулетіміз дайын болды. Енді осыны қызып тұрған 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің рулеттеріміз осылай пісті. Туралғанда өте әдемі туралады, ешқандай да үгітіліп кетпейді. Егер менің каналыма жазылмаған болсаңыз, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий бөліміне қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған келесі видеомда кездескенше.